Қымбатты өзімен жұмыс жасаушы. Мен алдыңғы видеода ресейлік атақты практик, психолог, гипнолог, тұлғалық жетістік технологиясының маманы Марта Николаева Гаринаның мен өз ісімді Аллахқа тапсырамын әдісін жүктегенмін. Сізді мазалаған кез келген мәселені осы схемамен жазып, жағдайыңызды кемшіліксіз тәртіпке келтіре аласыз. Бірінші қадам. Сіз өзіңізді мазалаған мәселені анықтап, баяндап жазасыз. Аллахқа болған бар сенімді көрсететін ішкі хәл мен көңіл күй қажет. Және сіз сұраған барлық нәрселер, сіз сұрағаннан бастап өзіңізге әрекет етуіне сеніп жазасыз. Елестетіп көріңізші, сіздің сұрағаныңыз орындалу үшін мыңдаған адамдардың қатысуымен оқиғалар болады. Сіздің қалауыңыз сіз ойлағандай немесе одан да жақсырақ болу үшін осы нәрселердің барлығын ескеру қажет. Енді ойланыңыз, сіздің қолыңыздан келе ме? Әрине жоқ. Аллахтың ғана әр нәрсеге шамасы толық жетеді. Алла тағала барлығын жоғарғы дәрежеде анық және шеберлікпен басқарады. Алла бұлардың барлығын сенің игілігің үшін бағындырды. Арман тілектерімнің орындалуын Аллаға қалай қалдырамын деуге әбден болады. Ол өте қарапайым құпияға негізделген. Құпиясы осы. Шектен тыс уайымдауды және шектен тыс әрекет етуді тоқтатасыз. Құпия осы. Шындығына келсек, мақсатыңызға оңай жету үшін міне не жасау керек? Мұның амалға асырылуын Аллахқа тапсыру керек. Ручка және ақ қағаз алыңыз. Жағдайыңызды кемшіліксіз тәртіпке келтіру үшін Аллахқа тапсыратын тапсырмаңызды сценарий түзіп жазасыз. Мұнда схемадағы Аллахтың құдіретін мойындау бөлімін сөзбе-сөз көшіріп шығуыңыз мүмкін. Істі тапсырудың қалған бөлімдерін дайындауда сіз мүлде еркінсіз. Экранда мысал келтіріп жазылды. Сізде өзіңіздегі барлығын қандай болса, қалай ойлап, қалай сезініп жатқан болсаңыз, солай жазыңыз. Сіз әр нәрседе сізге көмек беретін мейірімі шексіз Аллахтан сұрап жатырсыз. Сол үшін еш нәрсені жасырмаңыз. Барлық дертіңізді айтыңыз. Кейін істі тапсырғаннан соң жазғандарыңызды барлық ынтамен оқып шығыңыз да. Жазғандарыңызды жағып жіберіңіз. Сұрағаныңызды мүлдем ұмытып кетіңіз. Сұрағаныңызды қайталауыңыз шарт емес. Сұрағаныңыз дереу қабылданады. Күткеніңізден де жақсысы берілетініне сеніңіз. Егер мен сұрағанымды қайтадан қайталағым келсе ше? Жауап жоқ, мүмкін емес. Жіберген сұрауыңызды қайталауға ұрыну мыналарды білдіреді. Сана ішіне сұрауыңыздың амалға асуына кедергі келтіретін уайымдаулы ой-пікірлер кіргенін және мида ушу болып жатқанын білдіреді. Аллах сұрағаныңызды беруіне сенбей жатқаныңызды білдіреді. Бұл ой-пікірлерді айдап салыңыз. Түсінуіңіз керек нәрсе, сіздің талабыңыз орындалу үшін миыңыз күмәндардан мүлдем таза болу керек. Тек сонда ғана сұрауыңыз тез және анық орындалуының кепілдігі болып саналады. Қашан сіздің миыңызға сасқалақ және уайымдатушы ойлар кірсе, сұрағаныңыз тез орындалу үшін ешқандай кепілдік туралы сөз болуы мүмкін емес. Осыны жадыңызда сақтаңыз. Сол себепті өз ісімді Аллахқа тапсырамын әдісін қолдана отырып, сіз жасайтын ең керемет шешім бұл өз сұрағаныңызды ұмытып кету және сабырсыздықпен жад етуге ұрынуды. Қалауыңызды Аллахқа тапсырасыз. Болды. Және бүткіл тыныштық. Қалай? Яғни бұл қалай амалға асады деген сұрақтарыңызбен барлығын желге ұшырасыз.